Сәлем оқушылар, бүгін ағылшын сабағынан 110-111 беттегі тапсырмаларды өтетін боламыз. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. 25-ші жаттығуға қараймыз. Read and complete. Use astronauts, moon, sun, orbit, tourist, earth. Яғни бұл жерде оқимыз және мына сөздерді қойып толықтырамыз. Ол үшін бірінші аударамыз. Nicholas Copernicus was the first person who said that the Earth went round the sun. Николас Коперник жердің күнді айналып өтетін ең бірінші айтқан адам. Екіншісіне қараймыз. Footprints made by astronauts on the moon will stay there forever because there is no wind to blow them away. Ғарышкерлердің ізі айда мәңгілікке қалады, себебі онда жел соқпайды. Үшіншісі. A day on Mercury is as long as 59 days on Earth. Меркурийде бір күн жер бетінде 59 күнге созылады. Astronauts are taller in space. Ғарышкерлер ғарышта ұзынырақ. The dog Laika was the first living creature to orbit the Earth. Laika есімді ит жерді айналып шыққан бірінші тірі жан болды. Ең соңғысына қараймыз. In April 2001, Dennis Tito became the first space tourist. 2001 жылғы сәуірде Денис Тито алғашқы ғарыштық турист болды. Exercise number 26. Listen and complete. Then talk with your friend. Тыңда және толықтыр дейді. Сосын өзіңнің досыңа айт дейді. Бұл жерде кесте берілген сөздерге сандарды қойып толықтырамыз. Планеталар берілген біріншісінде, екіншісінде олардың күннен ара қашықтығы. Үшінші кестеде length of day, күннің ұзақтығы. Төртіншісінде length of year, яғни жылдың ұзақтығы. Бір жылда қанша күн бар деген сөз, яғни. Ең соңғы кестеде number of months дейді, яғни ай саны. Қанша ай бар екен? Біріншісі Меркурий 58 миллион километр, яғни күннен ара қашықтығы. Күннің ұзақтығы 59 күн. Яғни бізде бір күн, ол жақта 59 күнге созылады. Length of year деген жылдың ұзақтығы 88 күн. Бір жылда ол жақта 88 күн болады. Ай саны жоқ дейді, 0. Венус 108 миллион километр. Күннен ара қашықтығы 243 күн. Күннің ұзақтығы, айдың ұзақтығы 225 күн. Айдың несі? Ай саны 0. Earth дейді, яғни жер. 150 миллион километр. Күннен ара қашықтығы біздің планетаның. Бір күннің ұзақтығы 24 сағат. Яғни бір күнде 24 сағат бар. Жылдың ұзақтығы бір жылда 365 күн бар. Ай саны 1. Марс 228 миллион километр ара қашықтығы. Бұнда да 24 сағат екен, яғни бір күнде біздімен бірдей екен. Жылдың ұзақтығы 687 күн бар екен бір жылда. Ояқта 2 дейді ай саны. Юпитер 778 миллион километр, 10 сағат, 12 жыл, 67 ай дейді. Сатурн 1,4 биллион километр, 11 сағат бар, яғни бір күнде 29 жыл дейді. 62 ай. Юрнас 2,9, Уран 2,9 биллион километр, 17 сағат бар екен бір күнде, 84 жыл. Бір жылда 84 жыл бар екен. 27 ай. Нептун 4,5 биллион километр, 16 сағат,
165 жыл 14 ай бар екен. Енді астындағы тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде сөздер берілген, солармен сөйлем құраймыз. Which planet is furthest away from the sun? Neptune is the furthest away from the sun. Яғни қандай планета күннен ең алыс дейді. Нептун күннен ең алыс планета. Which planet has got the longest day? Venus has got 243 days. Which planet has got the shortest day? Jupiter has got 10 hours дейді. Қай планетада ең күн ұзақ дейді. Яғни шолпанда 243 күнге созылады. Яғни біздегі бір күн ол жерде 243 күнге тең. Үшінші сөйлемге қарасақ, қай планетада ең қысқа күн дейді. Юпитерде бір күнде 10 сағат бар екен. Which planet has got the longest year? Neptune has got 165 years дейді. Яғни қай планетада ең жыл ұзақ дейді. Нептунде бір жыл 165 жылға созылады яғни. Which planet has got the shortest year? Mercury has got 88 days. Яғни қай планетада ең жыл қысқа, ең қысқа жыл. Меркурийде 88 күнге созылады, яғни бір жыл. Which planet has got few months? Some planets has got few months. Қандай планеталарда айлар аз болады дейді. Бірнеше планеталарда айлар аз болады дейді. Mars has got 2. Jupiter has got 67. Saturn has got 62. Uranus has got 27. Neptune has got 14 months. Exercise number 27. Listen and read. Тыңда және оқы дейді. 27-ші атты қараймыз. Яғни бұл жерде Марс туралы текст берілген, соны оқып аударамыз. Mars is the fourth planet from the sun and it has got 2 months. People call it the red planet because most of its surface looks red. Mars hasn't got any blue oceans or green land. Марс ол күннен кейінгі 4-ші планета, және оның 2 серігі бар. Адамдар оны қызыл планета деп атайды, өйткені оның көп бөлігі беті қызыл болып көрінеді. Марста көгілдір мұхиттар да, жасыл жерде жоқ. Length of day and year. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes long, a bit longer than a day on Earth. A year on Mars is 687 days. Күн мен жылдың ұзақтығы. Марстағы бір күн 24 сағат 39 минутқа созылады. Бұл жердегі бір күннен ұзағырақ. Марста бір жыл 687 күнге тең. Seasons. Mars has got 4 seasons like Earth, but they are different. Summer on Mars are not hot at all. In fact, they are 5 degrees Celsius. Жыл мезгілдері. Марста біздік жердегі сияқты 4 мезгіл бар, бірақ олар бір-бірінен ерекшеленеді. Марстағы жаз мүлдем ыстық емес. Шын мәнінде ол -5 градусқа 5 градус. Olympus Mons. The largest mountain in the solar system is on Mars. It is more than 25 kilometers high, 3 times higher than Mount Everest. Olymp Mons. Күн жүйесіндегі ең үлкен тау Марста орналасқан. Ол Эвересттен 3 есе биік, 25 шақырымнан асады. Exercise 28. Read and match to make sentences. Сөйлем құрау үшін оқы және сәйкестендір дейді. Бұл жерде астында сөйлемдер берілген, соларды бір-біріне сәйкестендіреміз. Біріншісі, people call Mars the red planet because of its color. Адамдар Марсты қызыл планета деп атайды,
себебі ол түсіне байланысты. Екіншісі, Mars hasn't got any blue oceans. Марста көгілдір мұхиттарда жоқ. Or Greenland. Немесе жасыл жерлерде, яғни си әрпіндегі сөздер жазамыз. Үшіншісі, a day on Mars is 24 hours and 39 minutes. Марстың бір күні 24 сағат 39 минутқа созылады. A-ді сәйкестендіреміз. Төртіншісі, Mars has got 4 seasons. Марста 4 мезгіл бар. But they are different to our. Бірақ олар біздікінен өзгеше. Осылай белгілеп шығамыз. Енді келесі жаттығуға қараймыз. Make a project or a PowerPoint presentation about the planet in our solar system. Present it to the class. Біздің күн жүйесіндегі планета жобасы немесе PowerPoint презентациясын ұсыныңыз. Оны сыныпқа көрсетіңіз дейді. Our solar system is made up of the sun, 8 planets, and other objects like moons and comets. The planets go around the sun. Earth is the only planet we know that has life. Our solar system is amazing. Біздің күн жүйесі күннен 8 планетадан және айлар мен кометалар сияқты басқа заттардан тұрады. Ғаламшарлар күнді айналады. Жер жалғыз планета, өмір бар екенін білеміз. Біздің күн жүйесі керемет. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.